Өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Көп уақыт ұзамай өздеріңізбен қайта жүздесіп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Жансая, сәлем бердік. Қалайсыз? Сәлеміңді алдық, жақсы. Бүгін өте керемет болып киініп алыпсыз. Иә, Африка стайл көріп тұрғандай. Африкадан апам бар еді деп айтып жүршедім. Сол кісі визит алып келді ма? Иә, сол кісінің пердесінен епқа тігіп жағдай сондай болып қалды енді. Денсаулық үй іші бәрі жақсы ма? Бәрі күшті, бәрі күшті. Байқадың ба, продукты қымбаттады. Қымбаттады, иә. Өйткені сен мені қонаққа шақырмай кеттің үйіне. Содан түсіндім мен қымбаттаған. Енді қонаққа келіп жүргің келсе, өзіміз қойға қонақ болып кел. Әрдайым қуаныштымын сені қарсы алып алуға. Рахмет Жансая, сені ниетіне. Байқадың ба, Инстаграмда қазір неше түрлі апта сайын жаңалықтар болып жатыр. Жаңалық та болып жатыр, өзгерістер де болып жатыр. Сен мүмкін байқаған шығарсың, иә, қазір блогерлерің әнші болып кеткен, әншілерің блогер. Актер емес, актерлар да бар. Әрине. Мен айтып тұрсың ба? Деп ондай сөйтсең. Мен де бір-екі рет кино түскен. Иә, өкінішке орай кәсіби білімім жоқ, бірақ енді берген несібемізді әйтеуір анда-мұнда ойнап жүрген жайымыз бар. Талантымызды дейсің ғой. Әрине талант. Жоқ, енді Қазақстанда қазір уже ол тренд секілді. Өз мамандығымен жұмыс жасамау дейтін. Бізде мысалы вообще жүргізуші емес, мүлдем жүргізуші емес. Ол бірақ біз вообще деген сөзден байқауға болады, біздің жүргізуші емес екенімізді. Біз стендап комикпіз, бірақ өзгерістердің нәтижесі дамып жатырық, жүргізуші жатырық. Болам деген баланың бетін қақпа белін бол дейді. Әні. Еще қалтасына 10 мың теңге салып жібер. Әне қиналып айттың ғой. 10 мың аз десең, сөйтіп отырсың. Жалпы енді өзгеріс туралы айтып жатырмыз ғой, Гала. Біздің бүгінгі келетін қонағымыз да өз өмірін түбегейлі өзгертіп, тәуекелге бел буып, в общем, ойбой, қатырам деп жатыр енді. Негізі и так сондай болып жатыр. Может, білетін де шығарсың, кім туралы айтып жатқаныңды. Біліп тұрмын. Сол үшін мен әдемілікке қарсы очкиімді киіп алайын. Шағылыспасын деп. Иә, әдемілікке көзім шағылысып кетіп берсін, көзім. Байқаш. Сен дайынмын. Дайынсың ғой, да? Бүгінгі қонағымызды неше қарсы алайық. Кешью тобының экс-солисті, әнші, блогер, менің ең жақын құрбыларымның бірі, және де жай ғана сұлу қыз Балжан Бидаш. Бәке. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Өзіміз ғой. Ана өтірік кинодағыдай ма? Сондай болсың. Қалың қалай? Күшті, керемет. Қош келдің құрбым. Сәлем баршаңызға. Көргеніне өте қуаныштымын. Қонақта Балжан. Балжан на ты, да, можно? Да, конечно. Біз замандаспыз, да, примерно құрдастау. Замандаспыз, біреумен жүріп отқаннан кейін. Очкиім шеше қояйын. Болды, көзім үйренді. Сонда да енді біз сәл сығырайып отыруым мүмкін. Байқаш, көзіңді байқаш. Біз жақында ғана әріптес болдық. Иә. Коллега. Иә. Өзім де бұл салаға енді келдім. Өте қиын сала екен жүргізушілік. Шынымен де оңай емес. Жүргізушілік қалай болып жатыр? Қандай бағдарлама жүргізуші болдыңыз? Негізінде мен бала кезімде сахнаға ертең мен әнші болсам, ол кезде міндетті түрде мүмкін жүргізуші болып қалармын деген деп. Костюм алып қойғанмын. Әнші болған кезде былай менің аяғым түзу, сондықтан мен былай тұрам деген саны балалық шақтың армандары болатын еді да. Шынымен де сол нәрсе орындалды менде. Бірақ дегенмен де ол оңай емес екен. Маған мысалы студияда жүргізген оңайырақ болуы мүмкін, өйткені блогер болғандықтан көп сөйлейсің ғой. Әрқашан соткада көп сөйлейсің, халықпен сөйлесіп үйренесің. Сондықтан маған сахнадан тыс осындай студияда сөйлесу, жаңағыдай сұхбат алу қиын болған жоқ. Жалпы жаңа бірінші жүргізуші болдым деп жатырмын, сол жақта, сол арнада сахнадан тыс жүргізуші болдым, сұхбат алдым жаңа актерлардан. Арасында мен сахнаға да шықтым, сол сахнаға шыққан кезде бір 4 сөз айтуым кішкене қиын болды. Қазір әдемі сөйлеп отырсыз ғой. Қазір әдемі сөйлеп отырсыз. Айтып отырмын ғой, осындай сұхбат маған көбірек ұнайды. Осындай еркін тақырып. Подкаст сияқты мүмкін жаңағыдай. Мен келесі маусымның жүргізушісін көріп отырмын. Мен неге? Мен қуанам, мен орныма Балжан түсі. Может, екеуін тастап кетейін ба мен? Кетейін ба? Досым үшін. Әрине. Мүмкін сенсіз одан сайын қызығырақ болар ме еді сөйтіп отырсың. Образдарың өте күшті болған. Киімдерің, енді жақсы көңіл бөлінген да ол жақта. Сенің стиліңе сай, сені одан сайын ашқан. Мен мынандай көйлектер кигенде шошынып, былай. Кішкене өзімді енді мен осы уақытқа дейін бір жабық киімдер киейін десем болады, талапқа байланысты. Содан кейін қалай былай айналдырып келсем екен деп ойланып тұрмыз ғой. Жазбашы өзіңе.
Сол бағдарламада маған сол стилистер жұмыс істеді, сол мобилограф жұмыс істеді, сол инстаграмда жалпы программа қалай болып жатыр, қандай образдар болып жатыр, соның барлығын түсіріп көрсетіп отырдым. Кәдімгідей инстаграм вау деп өртенді ғой. Иә, өртенді. Рахмет баршаңызға өртегендеріңізге. Өртейтіндей, иә, біздің халық кәдімгідей шынымен Балжанның былайша айтқанда, орысша айтқанда, былайша айтқанда преображениесін кәдімгідей көрдік. Ең бірінші әдемі және соңғы Барби трендін түсірген адам шығар. Мен кәдімгідей өзім респект деп айттым. Өте қатты ұқсады, өте қатты ұқсады. Жабыңқы киіндіңіз, оның өзі жарасады сізге негізінде. Негізі маған барлық стиль жарасады. Бүгінгі киіміңізде Прададан бастап, Шанельдің иісі бар, қолыңызға Луи Виттон, бір квартираны киіп келіп тұрғанда. Бұның бәрі оригинал шығар, е? Шүкір деп. Ена сырға бәріне қарамайсың ба біздің? Отырмыз ғой, көзіміз түсіп деп сөйтеміз. Менің көзім сол жаққа жарқырап отыр деп сөйтіп айтып отырсың. Бүгін ән емес, басқа нәрсе сұрайтын боламыз. 3 жыл бұрын сенің әншілік карьераң тоқтады десе болады, иә? Қазір әншілік жағы қалай болып жатыр? Блогерлікке қарағанда енді өзімнің мамандығым болғандықтан, бала кездегі арман болғандықтан әнші болу көбірек жаныма жақын. Музыкалық отбасыда дүниеге келдім, әкем, анам барлығы, ағаларым өнерге жақын. Сондықтан бала кезден арманым осы, сондай бір әнші ретінде биік белеске жету. Бірақ мен әлі өзімнің қалағандай, армандағыдай белеске жете қойған жоқпын. Есейген сайын арманым да, мақсатым да ұлғайып жатыр деп айтсам болады. Өзіме деген талабым көбірек болып деген сияқты. Балжан жалқаулықты қойып, арманға жұмыс істеу керек болып тұр. Мен кейбір 1% талант, 99%. Мен осы сөзді әкем әрқашан айтатын маған. Негізі ата-анаң өнер адамы дедің ғой, Балжан, ол кісілер нақты қандай адамдар, өнер адамдар болғанда? Ұстаз ба? Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында, сол жақта мәдениет үйін басқарады. Менің ата-анам 30 жылдан бері сол жақта. Сосын әкем музыкалық білімі бар. Ол кісі ән шығарады, ол кісінің әндері, жаңа конкурстық әндер. Анам әнші, сондай кішкентай, мен көзімді ашқалы, мен камера, шашылып жатқан шнур, микрофон, үйде колонка, гитара, мыняқта пианино, сондай мен өстім да, үйде кәдімгідей. Мама деген папаға, мына шнурлар жинаш деген сияқты әңгімелер бар. Балжан кішкентай туыла салғанда күшті жылайтын болған шығар деп ойлаймын. Мелизммен ба? Бақыр жылайды біздің балалар, деп Балжан әдемі жылайды. Бір досы келсе, таң әлісің төмен кішкене, диапазонын кеңейтті, ондай. Өлең айте бір жаттап алған екі сөзін бар, бірісін айта беремін саған. Біз білетінше мелизм, тональность дейін екі сөз. Диапазон. Енді мен қазіргі фокусты сол әншілікке қойғым келіп жатыр. Наконец-то соны бастасам екен деп жүрмін ғой. Енді осы орайда сұрақ, сенің өзіңнің, өзіңде мүмкін күтпеген шығарсың, әлде күттің бе, бірнеше айда 2,1 миллион просмотр жинаған сенің екеуміз әнің. ютубқа салған ешқандай бейне баянсыз 2,3 болды ғой 4 па аз айтпасай көбірек айтсаң ақшысын қарап жеп отырсың осы отырғанда деші 200 просмотр қайда өкімет жоқ қойды жоба жақта осылай желінеді бәрі десең сол жарайды 2,3 миллион просмотр дейік жалпы сен осындай енді болжам болды ма сенде осылай жинап кетеді, осылай таралып кетеді, осылай сенен сұрайды. Мысалы, мен шынымды айтайын, машинада келе жатырмыз, машинамыз бар біздің деп айтасың. Сол кезде менің қызымды айтады енді, радиода мен мысалы егер де бір күнде жүретін болсам, жоқ дегенде 2 рет 3 рет тыңдаймын. Сенің әніңді қосылып тұрады. Менде машина жоқ, сондықтан мен радиодан әлі тыңдап көрмедім. Қосылып, кәдімгі айтып отырамыз. Менде видеоларым бар, прям түсіріп саған жіберемін, сен өзім онша емес, соптымсың ғой жібермей қойын деймін андай. Әнге қаншақты басты аз қатырсаң, сол шақты жеңіл кететін негізі бар ғой. Ағама осындай ән шығарып берші, осындай стильде деп айтқан болатын, сол 1-2 күнде шығарып берген ән. И мен ол ән шығатын кезде мен сол әнді, сол осындай қаралым жинап, осылай тыңдарман табатын сезім. Іште сенім болды. Іште сенім болды, иә. Бұл уақытқа дейін басқа әндеріме ондай сенім болмаған. Шынымды айтсам, бұл уақытқа дейін бір өткен әнім де жоқ қой негізі. Сол келесі әндердің бәрін өткізсем мойындаудың өзі ерлік. Бақытты күй. Бақытты күй, жалғызым деген мен ең алғашқы. Ана өлең күшті, бұл біз қазақтың қыздар кешу етпеймін. Ол топтың әні ғой, ол менің. Кене хабарым жоқ. Ондай топтың әнін айтатын болсақ, бұлай қаншама хиттар көп қой, ол жерде бірге айтқан. Өзім топтан шыққаннан кейін жеке әнші болып бастаған кезде. Сол әннің бәрін алып кетпедіңіз ба? Ондай болмай ма? Хиттің бәріне әкелді. Ол продакшнда қалатын әндер. Сол өзім
өзім жеке болып шыққан кезде бірінші жазған әнім Жалғызым деген ән. Сол әнге тапсырыс беріп, оған бейнебаян түсірген болатын. Бейнебаянның стилисті, жаңағы сценаристі, бүкілі өзім. Сондықтан ол маған ыстықты. Енді бұйырса, енді барлығы мені әнші дейді ғой енді. Я кеш тобынан шықтық, ол жақта бар өнерімізді көрсеттік, биледік, дауыс жағынан болсын, кәсібилік жағынан болсын, ол енді Баян Мақсатқызы мен Бағым Мақсатқызының еңбектерінің арқасы, идеяларының арқасы, сол кісілерге көп-көп рахмет. Енді осы жеке әнші ретінде көп жұмыс істеу керек болып тұр. Қазіргі таңда продюсер іздеп жүрсің бе? Қазір менде продюсер жоқ. Негізінде қазір онша бір продюсермен жұмыс істейтіндей уақыт өтті негізінде. Былай байқасаңыздар, иә. Сондықтан негізінде продюсер емес, былай ән жазатын адамдармен бірге совместно жұмыс істеуге болады. Ал енді Жансая, мен кете берейін. Өйткені қызықты тақырыпты айту керек болып тұр. Қалдың өзің дейсің, бе? Өзім ыңғайсызданып тұр. Енді жігіт басымен ол нәрселерді, ол сұрақты қоюға ұялып отырмын. Сондықтан да бұл жауапкершілікті сізге лақтырдым. Мен уже сезіп қойған сияқтымын, қандай сұрақ екен ғой. Өсек айтқыларың келіп тұр ма сізде? Балжан, бұл енді біздің атымыздан емес, бұны халық көріп отыр. Біз халық ортасында жүрген деш. Біз екі көреді көріпірміз. Не дейсіңдер қазір сұраймын Балжаннан де. Айта ғой. Жоқ, мен оны сұрап ағам деп жауап алдын айтты ғой десең, болды. Бізде осымен де ондай нетотсың. Мүмкін. Шынымен көптеген адамдардың көкейіндегі сұрақ, бәрібір енді екі тараптан да жауап қажет деп ойлаймын барлық адамға. Шет жағасын барлығы білет. Біз не туралы айтып отырғанымызды. Жахан келіп кетті қонаққа, егер көрсеңіз, көрмесеңіз, бізге қонақта болған. Бірақ ол кезде мен де саған, мен кеттім деп лақтыра саған жоқ ма? Отырып сен не мені лақтырып отырсың? Менен ыңғайсызданып отырмын. Подружкама. Бұл шешімге сен келді деп айтады. Шаршадым осы әңгімеден десең. Көрдік қандай подружка екеніңді. Мына жерге келіп сатып отырсың. Сол. Бұл шешімге сен келдің. Иә, шешімге сол келдім. Қалай айтсам екен, өсек болып кетпеу керек қой мына жерге. Әрине. Енді мен қысқаша ғана айтып өтейін. Иә, бұл шешімді мен өзім қабылдадым. Енді біздің өмірлік құндылықтарымыз сай келген жоқ. Жахан өте ақкөңіл, білесіздер, ақкөңіл, досқа адал, сондай жан. Сол мінезіміз сай келмеді, бір-біріміз түсіну қиын болды. Әзірге тек осы нәрсені ғана айта аламын. Бірақ дегенмен Балжан қанша жерден бұндай енді арадағы жағдайға қарамастан Жаханды қолдауда. Мысалы өткенде киносында да қолдап тіпті барып қайтты. Кейбір адамдар бар ғой, бірақ жында адам. Иә, мысалы сол мен қолдауымда адамдар екі тарапқа бөлінді. Сен кеткен адамсың, ол несіне қолдайсың, болды жібер деген сияқты. Бір екіншісі молодец, осыны бір ақылды іс жасадың деген сияқты болды. Маған сол басынан бастап әрқашан киносы шықса мен қолдаймын деген ойда болдым. Қолдау білдіру ол мықтылық деп білемін. Енді бір жағынан ол адамгершілік әрине, бірақ енді оны мысалы кейбіреулер іште қанша неткісі келсе де бер жағынан жаңа кейбір себептермен тоқтатады ғой өзін деген сияқты. Не дегенмен Балжан өзінің жүрек қалауымен істеді да оны өзінің. Иә, мені ешкім қинаған жоқ. Иә. Мен осы 3 жылдық тұрмыста есейдім деп айтсам болады. Сөйтіп өзімнің шешім осылай болды. Қазіргі қолдау қалай болып жатыр? Ортаң өзгерді ма, немесе басқа білмеймін, ата-аналарың тарапынан қандай қолдау болды? Енді менен бөлек кім қолдады сен деп сөйтіп. Ортақ достар болды деген секілді. Иә, әрине, мен Нұрсандыр болғанға жаным ашып жүр. Қаяқтан шай ішеткен енді. Жоқ, бізде ортақ достарымызбен ара-қатынас жақсы. Ешкіммен бет жарысып, ұрсып, ешқандай еш нәрсе болған жоқ. Жаңағы Жаханның қасындағы мысалы Шоқан ағасы бар, кеңесшісі, бауыры, барлығымен қатынас жақсы. Қазір енді 4-ші айға кетіп бара жатыр біздің айырылысқанымызға. Қатты қиын басында сондай кезең болды, өте үлкен стресс болды, депрессия болды. Сол кезде маған қолдау білдірген жандарға көп рахмет айтқым келеді. Және қазірде Инстаграмда қолдауларын жаудырып жатқан оқырмандарым бар. Соларға осы экран арқылы
үлкен рахмет айтқым келеді. Дегенмен екі тарапты да қолдайтын өзінің ортақ енді оқырмандарың болса да, екеуіңнің шешімдеріңді сыйлап қолдап жатқандар бар. Ол енді мысалы қалай айтса болады, ешкім солай айта берсе енді ешкім ондай мақсатта тұрмыс құрмайды, отбасы құрмайды ғой, енді осылай айырылысып кетейік деген сияқты. Бірақ ондай шешімге келген күннің өзінде де бір-бірін табаламай, алаламай, халықтың соған адекватна қарағанның өзі бір жағы өте жақсы негізі. Депрессиядан шығарған басым бөлігі халықтың қолдауы. Қазір экранды ар жағында көріп отқан адамның екінің бірі депрессияда болуы мүмкін ше. Өйткені депрессия өте доступный нәрсе ғой деп па. Кез келген уақытта келеді. Кез келген уақытта келе салатын. Негізі депрессия деп миға құймасаң, мүмкін сен кірмеуің де мүмкін. Иә, депрессия деген, сен өмір бақи депрессия жүре беруі мүмкінсің. Депрессия. Сондықтан сен нақты өзің мақсат қоюың керексің. Және үйде отырмауың керексің. Көп прогулка жасау керек, көп жүру керек, жаңағыдай спортпен айналысу керек деген сияқты. Иә, ауылдағылар бар, мысалы спорт залы жоқ деген сияқты. Сондықтан бір өміріне кішкене бір активность беру керек сияқты, активный өмірде жүру керек сияқты. Сол кезде кішкене алданасың да. Сондықтан депрессиядан шығудың сол бір-ақ жолы сен алдану керексің. Өз-өзіңді алдап, уақыт өткізуің керексің. Өйткені барлығына уақыт емші. Сонда сен менімен қиналып кездесіп жүрдің ба? Сонда шай ішіп, 3 рет шақырдың ғой сен шайға. Сол уақыттар болды. Көрдің ба, мен өз-өзімді алдап, сенімен кездесіп, сөйлесіп деген сияқты. Сонда сен мені прогулка жасап, сен маған совет айтасың, жұбатасың деген сияқты, мысалы. Алдарыңызда депрессия ғылымдарының докторы дейтін ба? Жаңа өресі. Скоро депрессиядан коуч болып курс ашып кеткен ба ертең? Депрессиядан шығу деп. Сондай не өткіземіз, курс атамыз дайындалымдар депрессиядан шығаратын. Енді Балжан, білеміз, Қытайға барып кеттің. Қытай көріп, әйтеуір бәрі тоқтамайсың, әйтеуір депрессиядамын деп андай сөйтіп отырсың. Депрессияның арқасында біраз нәрсе бітіріп алыпсың. Жалпы сол жаққа барып келуің барлығы туралы айтып берсең, не себеппен бардың, қалай? Иә, мен жаңа шешімді қабылдап кеткеннен кейін бірден квартира алдым өзіме, жалдадым, квартираны жалдап тұрам. Сосын менің өзім активный өмірім басталды. Білмеймін, енді маған жаратушы бір кәдімгідей қол ұшын созып кәдімгі көмектескендей қолдауын сезім қатты, активный өмір болды. Енді өзімді барынша жаңағыдай депрессиядан алыстауға тырысып, бірақ іште бір мұң, іште бір мазалайтындай бір сағыныш, енді оңай емес қой, қанша жыл бірге болған адам бір неде өмір сүрдім деген сияқты, ол өмірден сразу басқа өмірге кетіп қалу деген оңай болған жоқ. Теңізге барып, жатып, қарап, етіп қиялдаймын дейтін уақыт болған жоқ негізі. Содан кейін Қытайға кетіп қалдым. Қытайда мен аға жеңгеммен бардым, жаңа бизнес қарау мақсатында деген сияқты. Товар қарауға барған болатын. Бірақ ол жақтан бір таныс керек екен негізі, мықты білетін адам. Бірақ енді іздегенімді таппадым ол жақтан. Менде енді қазір машина алу керек, үй алу керек деген сияқты жоспарлар бар ғой. Жоспарларың өте үлкен екен. Қашанғы квартира жалдап тұра береміз деген сияқты. Екеуміздің жоспарымыз қашанғы таксимен жүре береміз деген сияқты. Мен право алайын, бұйырса оқып, содан кейін сені алып кетемін. Кішкене күте тұршы, мен сәл өзімше болып сені алып кетейінші, бір сондай мүмкіндік берші. Айтсаң да айтпа десең. Жасағын 40-қа келіп вип-казашқа. Жалпы енді Балжан шынымен өте керемет сұхбат болды. Біз енді тек қана өзіңнің творчествоңнан алыстамай, жақсы біздің осы бағдарламаның мақсаты да сондай, тек қана развлекательный дейді ғой. Орысша айтқанда қазақшасы қалай енді? Ойын-сауық. Ойын-сауық, өзіміз ғой. Мен программа осы студияға кіргелім, езім жиылған жоқ. Екі жақта екі стендап бері тұр. Ол бар еді. Птичкалары бар ғой деп. Сол, енді маған кеше мамам WhatsApp-тан жазып қызым бизнесті қоя тұрсай, шығармашылыққа көңіл бөлсей деп жазып. Сосын сөйтіп, мама осындай жоспар бар деп айттым, мен уайымдама, барлығы жақсы болады деп. Сөйтіп келесі осы программаға келесіде шетелдегі бір күшті бір жаңалықтармен келіп қуантайын. Әрине, біз жақсы жаңалықтармен сені күтеміз, шығармашылығыңа, барлығына, жеке өміріңе тек қана сәттілік тілейміз. Қолдауға дайынбыз. Мен тіпті білесің. Жалпы жақсы болсын өміріңіз. Жақсы болсын барлығы. Тек қана жақсы болсын. Сізде де, бізде де, Жәкенде де, қазақ халқында да, барлығында барлығы жақсы болсын. Рахмет.
Ал біз осымен өзіміз ғой бағдарламасының кезекті шығарылымын тамамдаймыз. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Өзіміз ғой.